Мына қағидаларды орындасаң, видеоң 100 000 қаралым жинайды. Ассалаумағалейкум достар, менің жалғыз жолаушы YouTube арнасындағы бейнелерім 100 мың қаралым жинайды. Жақында күміс кнопка алдым, өздеріңіз көріп отырсыздар. Сіздердің менен қай жеріңіз кем? Адамның істегенін адам істей алады. Сіз де күміс алтын кнопкаға лайықсыз. Егер қазір мен айтқан қағидаларды орындайтын болсаңыз, 100 000 қаралым сізде болады. Ендеше, бірден баста. Ешқашан біреуді қайталама, өзіңнің стилінде тап. Біреуден ұрлауға болады, бірақ толық қайталап, өзіңді жоғалтып алма. Ирландық жазушы Оскар Уайлд айтқандай, өзіңмен өзің бол, басқалардың орны бос емес. Біз жақсы көрінуге талпынамыз, барлығын мінсіз болғанын қалаймыз. Бірақ бұл үлкен қателік. Осы қасиет сізді шығынға батырады. Ақыры көңіліңіз қалып, YouTube-ты тастайсыз. Өзіңмен жарыс. Маған кейбір ютуберлер айтады: Санат, мен барлығын дұрыс істеп жатырмын, бірақ просмотр жоқ. Монетизацияны мүлдем айтпай-ақ қояйын. Достар, дұрыстап тыңдаңыздар. Егер сенің бейнелерін атпай жатса, сен боқ түсіріп жатырсың. Ренжіме, бұл шындық. Сенің контентің саған ұнаса, бұл басқаларға да ұнайды деген сөз емес. Бір қателікті қайта-қайта қайталай бермеңіз. Біліміңізді арттырыңыз, ізденіңіз. Айтуға оңай, еңбектеніңіз. Жалқаулық болады. Ол барлығымызда бар. Бірақ сол жалқаулықты жеңіп, контент түсіру арқылы сіз Құдайға дәлелдейсіз. Өзіңіздің YouTube-пен шынайы айналысқыңыз келетінін. Сол кезде сізге Құдайды қаралымды да, монетизацияны да береді. Менен кейбір адамдар YouTube бойынша кеңес сұрайды. Мен оларға айтам, 1 сағаттық консультациям 20 000 теңге тұрады деп. Олар ақшасын қимайды. Мен осы кезде айтқым келеді. Білім үшін ақшасын аяған адам жетістікке жетпейді. Мен YouTube-та осындай жетістікке жетіп, күміс кнопкаға ие болу үшін 4 миллион теңге жұмсадым. Көлігімді де сатып жүрдім. Өкінесің бе деп сұрақ қойыңыздаршы. Титтей де өкінбеймін. Өйткені қазір сол инвестициямды еселеп қайтарып жатырмын. Бірінші бол. Кабирхан деген сәйгүлікті бәріңіз білесіздер. Дубайдағы әлем чемпионатында бірінші келіп, 1 миллион доллар ұтты. Ал сол сайыста екінші болып келген жылқы туралы естідіңіз бе? Естіген жоқсыз. Оның алған гонорары Кабирханнан 2-3 есе төмен. Ал олардың арасын миллисекундтар ғана бөліп тұр. Нәтижесінде біреуі миллионер, екіншісі жоқ. YouTube-та да тура сондай. Өз салаңыздағы жаңалықты бірінші болып жеткізіңіз. Кабирхан сияқты болыңыз. Студияны қайдан табам деп бас қатырмаңыз. Үйіңізден ақ жасақтаңыз. Оқырмандарыңмен дос бол. Дәл қазір сіздер, яғни көрермендер, менің бастығымсыздар. Мына видеоның таралып-таралмауы тікелей сіздерге байланысты. Сондықтан сіз екеуміз дос болуымыз керек. Мен сізге барынша шынайы ақпараттарды беріп отырмын, ал алғыс ретінде сізден лайк. Көрермендеріңізбен ақылдасыңыздар. Олардан сұраңыз, келесі контент не туралы болсын, олар да сіздің YouTube арнаңыздың бір бөлігі ретінде өздерін сезінсін. Снарядтарды сақтама. Ойыңа қандай күшті идея келеді, барыңды салып, соны орында. Әр шығарылымға 100% өзіңді қос. Дайындал, ақпаратты жан-жақты зертте, жұрттың айтпаған тұстарын айт. Сізге тапсырма. Орындауға небәрі 3 күн уақыт. YouTube арнаңызға өзіңізге қызықты, көптен бері ойлап жүрген дүниеңізді түсіріп, жүктейсіз, кейін мына нөмірге сілтемесін жібересіз. Осы арқылы сіз Құдайға YouTube-та жетістікке жетуге дайын екеніңізді білдіресіз. Балам бар, қонақ, туыс деген сылтаулар қабылданбайды. Ал мына ақпарат YouTube-та табысқа жеткісі келетіндерге арналады. Менің монетизацияға апарар жол атты курсыма жазылыңыз. Сапалы контент түсіруді, YouTube алгоритмін, видео, аудио, фото монтаждауды небәрі 10 күнде үйретем. Сыйлыққа Adobe Master Collection бағдарламалар топтамасын берем. Мына нөмірге хабарласыңыз, көптен бері ойлап жүрген дүниеңізді жүзеге асырыңыз. Және ең бастысы, не бастасаң да бірден баста.